Сәлем достар, қалайсыздар? Каналда видеом болмағанда біршама уақыт болды. Сіздермен бір кішкене жаңалықтармен бөлісе кетейін деген едім. 23-24 күні желден кішкене мына қораның үстін барлығын шифрын жел деген енді қиратып кетті. Бұл бірінші мәселе. Әлі соны реттей алмай жатырмыз әлі. Кішкене қаражаттар жетпей жатыр бір жағынан коронавирус барлық жер жабылып мазан қашырып жүрді. Міне осымен атсалысып жатырмыз. Және ертеңнен бүгін күн салқындап кетті, қараңғы болып кетті. То есть мына қораға қарай шамал жер жұмсақ кезде су жүргізіп қазып жатыр едім. Құдай қаласа оны ертең түсірем. Мынау балапандарға келетін болсақ, балапан кішкене белгісіз болып тұр. Мүмкін кешігуде мүмкін уақытылы келуде мүмкін. Оны генофонд өзіміз айтамыз да, жақындағанда осы апрельдің басында айтамыз деді. Либо кешігіп баратын, либо уақытысында баратыны бойынша. Міне, бірақ олар айтады, бізге оны ұстап отырып, бізге де не выгодно дейді. Оның жем бар, өйткені қанша мың балапан бар дейді оны. Бізде жіберуіміз керек дейді. Бұл да біздің интересімізде дейді, балапандарды жіберіп беру. Балапан бойынша осы ағайын. Инкубаторда балапандар әлі тұр жұмыртқалар. Құдай қаласа сәуірдің сол басында ашып қалу керек балапандар. Міне, оған қосымша коронавирусқа дейін жаңағыдай Елена деген бір апай бар, сол дос болып қалды екенбіз. Ол кісі туысқаны бар екен Украинада. Сол Украинадан Первомайский, Брезгальский деген породалардың жұмыртқасын алдырған екен. Сол кісіге жалынып, жалпайып жүріп әйтеуір алдым, то есть жұмыртқасынан. Первомайский, жаңағы Американа и Брезгальский алдым. И сосын кейін тағы да Москвадан Кучинский келген. Қазір солар инкубаторда тұр. Міне, сәуірдің сол бас жағында Құдай қаласа шығып қалады. Жаңалық әзірге осы. Қалған халықтың ішінде жаңалық білесіздер. Коронавирус деген қиындалып отыр ғой, жағдайдың барлық жер жабылып. Жұмыстың берекесін барлығын, қазақтың берекесін қашып жүреді негізінде коронавирус деген. Әзірге осы ағайын. Бір инкубатор қайта түсіре бергеннен де пайда жоқ. Ертең күн жарықта жаңағы істеп жатқан тірліктеріммен тағы да бөлісіп видео шығарам каналға. Мына енді сарай кішкене қиын болып тұр. Оны не істесем болады, қалай енді балапан келмей тұрып үстін жауып алу керек. Салқында енді құраңғы салқын болып кетсе, ол да енді температураны ұстап тұру бір қиын болатын болып тұр жағдай. Сондай мәселелердің барлығын шешуге атсалысып отырмыз қазір. Әзірге осы, бауырлар, хабарласып сұрап жатқандарыңызға да рахмет. WhatsApp-қа шығып жатсыздар. Міне бір кішкене бір 2-3 минуттық сіздерге видео отчет не үшін көрінбей кеткенім бойынша. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Коронавирус деген нәрсе тезірек елімізден құрысын ағайын. Барлығы дұрыс болсын. Амандықта кездесейік ағайын. Сау болыңыздар.